Сәлеметсіздер ме, құрметті көпшілік? Бүгін сіздерге тағы да бір өзімнің кезекті әңгімемді ұсынғым келіп отыр. Мына жерде қазақтың қара өлеңі бар деп жазған екен. Салайын жылқымды айдап, шағыл тауға, байладым құлындарды бие бауға. Әріптес, малжаныңыз тегіс аман, халайық ел жұртыңыз есен сау ма деп амандасқан екен. Той айтқандай аман есен деп болыңыздар. Қазақтың бәрі мақалшыл болады ғой. Мақалды айтқанда да дөп айтады екен. Бүгін міне онша аты белгісіз болса да, бірақ қазақтан шыққан жырау ақындардың бір-екі сөзін келтіргім келеді. Оның алдында бір келін туралы айтылған нәрсе екен. Бір-екі мақалды мысалға келтіргім келіп отыр. Бұл мақалды енді көбіміз күнде естіп жүрміз. Көбінесе құлаққа әбден сіңісті болған ғой. Бұлттан шыққан күн ашты, жаман қатынның тіл ашты деген. Одан кейінгі бір мақал, бір қатын тамағымен тойғызар, бір қатын қабағымен тойғызар деген екен. Атасыз үй батасыз, анасыз үй панасыз деген екен. Тағы бір мақал, келін жаман емес, келген жері жаман деген. Бұның бәрін халық өзі қай уақытта болмасын халық айтса қалт айтпайды деп тағы да қайталағым келіп отыр. Олақ қатын ұл туса, не шүмегі жоқ, не түбегі жоқ деген екен. Батырды екі долы қатынның бірі туады, би мен көсемді әйелдің илеуде біреуі туады деген екен. Ойланып қарасақ, өте орынды айтылған заттар сияқты. Мен бірінші сіздерге кәдімгі өзіміздің қазақтың үш атақты билерінің сөзін келтіргім келген болатын. Бірақ қарап отырсам, ол Төле би, Қазыбек би, Айтеке би бабаларымыздың сөздері өте құлаққа жағымды, бірақ сіңісті болып кеткен екен. Сондықтан да мен естімеген, может сіздер, мүмкін енді сіздер де естіген боларсыздар, бірақ мына жерде Көтеш ақын деген болған екен. Сірәда келіннен бір қағажу көрген кісі болған болу керек. Енді қазақтың халқы өзі де бір керемет талантты халық қой. Өлеңмен келтірген екен өзінің ойын. Қартайғанда қатынның дұшпан болды, баласымен бірігіп қысқан болды. Келін деген бір дұшпан тағы шығып, біреуі іштен біреуі тыстан болды. Қартайғанда қатының қазба дейді, келінменен балаға жазба дейді. Ат болса, айғыр болса, солар мініп, шолақ байтал қақ басқа азба дейді. Бала деуменен мазалымыз, баладан болар білем ажалымыз. Баламызға жалынсақ, жан сақтар ек, келін деген даярдыр тажалымыз деп. Бұндайды да есту керек, ойлану үшін салыстыру керек екен. Бұл ақын өзінің іштегі ойын айтқан болса, келесі мына Қожаберген деген жырау болған екен. Сол кісі жастарға, жас келіндерге мынандай өсиет сөз қалдырған екен. Отбасының ұйытқысы қайнатаң мен қайненің, сыйласып жүрсең соларды, кем болмайсың ешкімнен. Қайненеңді күт келін, бағады ол балаңды. Енеңнің күші өлшеусіз, демеу үшін ғой табанды. Қайраты кетсе бойынан, түртпектей берме панаңды. Меңдетеді кәрілік, қайтсең дағы адамды. Тату бол қайын анаңмен, ойлан қара санаңмен. Жасы ұлғайған кәріңді, сыйла барлық балаңмен. Қайнатаң мен енеңді болма келіп сөгетін. Еңкейіп кетті демесе, жәрдемі бар беретін. Шақырма ашу қарттарға, өзіңде сондай боласың. Ойла келін артыңды, сөз ұғатын баласың. Сіздерге бұл өсиет Қожаберген бабаңнан, өнеге алма тірлікте, шайпау менен наданнан деген екен. Тағы бір арнауы шаңырақ иелеріне деп аталады екен. Жас шаңырақ иесі, айтқаныма құлақ сал, біз сияқты атаңның өсиет сөзін ұғып ал. Өздеріңді әлпештеп өсіріп еді ата-анаң, сол қарттаға кейінде тимесін тілің қатадан. Аялап күтсең кәріңді, сыйлайды сені жат адам.
Тірлікте зиян көрмейсің үлкендер берген батадан. Тісі түсіп саудырап, екі көзі жаудырап, келіннен көріп қағажу қалмасын шешең қалжырап. Отырған жері береке, өзіңді тапқан анаңның, шаңырақтың құты ғой, қамқоры сол балаңның. Жағдайына қарасаң, атаң менен анаңның, сүйген құлы боласың, жаратушы Аллаңның деген екен. Осындай әдемі өсиет сөздерді неге тыңдамасқа, неге айтпасқа деген ойда болдым. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.